Сәлем достар, бүгін біз өте дәмді болатын сметанник пирогын дайындайтын боламыз. Алдымен қамырын дайындайық. Ол үшін жұмыртқа, маргарин, қантты араластырып аламыз. Біз миксермен араластырамыз. Сіздер винтикпен немесе қолмен араластырсаңыздар да болады. Одан кейін разрыхлителмен ұнды салып қамыр басамыз. Дайын болған қамырымызды 30 минутқа морозильникке салып қоямыз. Начинкасын дайындау үшін қаймаққа жұмыртқаны саламыз. Араластырамыз. Одан кейін кукурузный крахмал және де сахарная пудра саламыз. Сіздер қант салсаңыздар да болады. Жақсылап тұрып араластырып аламыз. Ыдысымызды майлап аламыз. Қамырымыздың жартысынан көбін ыдыстың түбіне жайғастырамыз. Видеода көрсетілгендей қалған қамырымыздан бортиктер жасаймыз. Начинкасын құямыз. «180 градуста ысып тұрған пешімізде 45 минут пісіріп аламыз. Өте дәмді сметанник пирогымыз дайын болды. Жасап көріңіздер, ас болсын.